Қызылорда облысы Шиелі ауданында мына қазіргі таңда мынау бүгін 7-сі 08-ші айда халыққа қызмет көрсету бөліміне барып арыз өтініштерімді сұрап жауабы келмей жатыр деп жаңағы барған болатынмын. Алайда мынау Асқар Мұратұлы деген басқарып отқан кісі мынау жаңағы қабылдайтын маман отпускқа кетті дегенге жауап естіп отырмын. Мынау сон арқылы біз өтініш өткіземіз, арыз өткіземіз. Оның жауабын аламасақ, ештеңе нәтиже болмаса, онда мекемелердің басшыларына айтатын, неменеге біз арыз өтініш жазамыз? Егерден оның жауабы болмаса, не үшін жазамыз біз арыз өтініштерді? Мен түсінбей отырмын. 2 ай болды жазғаныма арызды. Әлі жауабын алған жоқпын. Не деген сұрақ, не деген масқара бұл? Июньнің 8-і 10-дарына жазғам, әлі алған жоқпын арыздың жауабын. Жұмыс істейсіздер ма, істеңіздер, істемейсіздер ма, босатыңыздар орындарыңызды. 14-14-пен кейде хабарлама келеді, кейде келмейді. Ол жақта отқан кісілерде мына хабарламаны уақытысында жіберді ма, жібермеді ма, онда білмейміз біз. Мынау екінші мәселе, райсовезде мамандар, бұрыннан істеп келе жатқан, пенсияға жақын қалған маман кісілер, сосын мынау басшылар райсовезде отқан. Мынау сіздерге айтатын, мынау жаңағы бұрынғы басшылардың, бұрынғы мамандардың қорлығы жетеді бізге. Сіздер сақ. Мысал үшін Қожаева Айымжан деген, мысалы, көмек берем, я келсеңізші деп ертеңіне, ой, мен бала шағамды асырап алайын, барыңыз, инвалидтің үйі емес бұл жер. Инвалид үйіне барсаңызшы деген осылай жауап естідім мен. Сара деген кісіден де, ой, біз көмектесе алмаймыз, ешқандай жағдайымыз жоқ, ешқандай көмектесе алмаймыз деген, адами тұрғыда көмек сұраған кезде солай деп жауап берді. Енді айтайын дегенім, мынау Баймағамбетов Дәулет деген кісіге де, мынау сіздер жұмыс істеңіздер, істемейсіздер ма, орындарыңызды босатыңыздар. Арыз жазса, тек акиматқа барса ғана көмек беріп, былайша уақытта ұсыныс хат бердік, бізді кәсіпкер сотқа береді дегенде жауап айтып, жаңағы айлық алып, отпуск алып отыра бермей. Мынау қызметін жоғарылатпауды сұраймын. Қожаева Айымжанның, сосын Сараның, сосын мынау жаңағы Дәулет Баймағамбетов деген кісілер. Өйткені себебі мынау жаңағы қызметтерін дұрыс атқармайды, дөрекі сөйлеседі, алдарына барсаң, ойбай бұл жер инвалид үй емес, инвалид үй ана жақта, кірмеңіз, шықпаңыз деп, осындай жаңа сөздерді айтып, запретный. Осындай қылып отыр. Мынау Ағыбайға айтатын, сосын адреспен таратпайсың ба, көмір, отын, тамақ дегенді адреспен. Адресі тіркелмеген үйлерге апарғансыңдар, көмір, отын, тамақты. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Адресі жоқ, пропискаде тұрмайтын ол үйде. Тұрмайтын адамдарға апарғансыздар. Комиссия төрағалары не бітіріп отырсыздар сіздер, соны тексермей. Ол сонда жаңағы адресте, ол адресте болмаса, көмір, тамақ, отын апарып отырсыздар сіздер. Адреспен апарыңыздар тұрмайтын адамға неге апарасыздар сіздер? Көмір, тамақ, отынды. Төлеген Ағыбай саған айтатын, Баймағамбет Дәулет. Комиссия төрағалары дұрыс жұмыс істемейді. Пропискаде жоқ адрестерге тамақ апарған, көмір апарған, отын апарған. Бұл енді масқарашылық бұл. Немене? Акиматта жұмыс істейді, ананың туысы, мынаның туысы заңгер, ананың туысы жаңағы әкім орынбасары, ананың туысы жаңағы басшы деп жаңағыдай адресті апара бересіздер ма? Тыйыңыздар ондай әрекеттеріңізді. Ол заңсыздыққа жатады деп мен ойлаймын, өйткені ол пропискаде ол тұрмайды. Қалай сіздер ол жерде тұрмаған адамға қалай беріп отырсыздар көмір, тамақ продуктыны? Осы мәселені қолға алуды сұраймын. Қожаева Айымжанның, Сара деген кісі, сосын Баймағамбет Дәулеттің қызметін жоғарылатпауды сұраймын. Комиссия төрағаларынан, Қазақстан Республикасының және облыстық мемлекеттік комиссиядан өткізетін кісілерге айтатын, дөрекі сөйлеседі адамдарменен. Сосын мынау жаңағы ешқандай пайдасы жоқ, сосын сыйламайды. Міне,
адами тұрғыда қасиеттері нөл. Осы кісілерді қызметін жоғарылатпауды сұраймын. Мына ел президентінде назарына ұсынамын осы мәселені.